Бұрынға қарағанда бұл жерде көп өзгерістер болып жатыр. Көгалдандыру, мынау тазалық бір жағы. Рахмет, облыс соғалы осындай жақсылықтар болып жатыр, шын айтқанда. Бұрын осы жерде туып өскен мен. Мына жердің бәрі дала тұғын. Сол далаға мына көркейтіп осындай жағдайлар істеп жатқандар өкіметке рахмет. Қазір туристер де өте көп келіп жатыр. Оның бәрі адамды қуантады. Біздің де жаңағы Түркістан қаласының жұрттың бәрі елеп келіп осы жерден көріп жатқанына бір қуанышты боламыз. Әкімгершілікке, мемлекет басындағылардың барлығына да ризашылығын білдірем. Мәдениетті де бола бастаған сияқты адамдар. Сондықтан бұдан да ары қарай тағы да Түркістан қаласын дамыта берсе, көгалдандыра берсе, ол адамдарға да жақсы және оның экологиясының да жақсаруына бірден бір себеп болар еді деп ойлаймын. Облыс әкімі Өмірзақ Исаеваның тапсырмасы бойынша секторымыз, яғни Отырардан берілген сектордың ішіндегі Құлыншақ Ақын көшесінің тазалық, көріктендіру, көгалдандыру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Сол жұмыстарды белсенді түрде осы облысымыздың Түркістан қаласының көркею үлесін қосудамыз.